Мына Алпамыс батыр жырындағы Шаштараз әулие бар ғой. Сол тарихта болған адам, өзбек ханды кезінде дінге шақырып, соған осы кереметін көрсетіп, тандырдың ішінен тірі шыққан сондай аңыздардың бәрін ол айтып жүрмін, сен естіп жүрсің. Соның ішінде мына Қаратауды жағалап келеді ғой Байбөрі. Ол Ысқақ бабы бар, Қара бурасы бар, 99 атылардың бәрі, мына Әзіретке барады, Түркістанға барады, Астанбұлға барады. Ең соңында осы жерге келіп қонбай ма? Сол кезде Байбөрі осы жерде ұйықтап жатқан кезінде бәйбішесі екеуіне. Сол кезде осы Бабатүрік Шаштараз атамыздың әруағы аян береді. Сөйтеді дағы осындай да осындай, бүгін саған Алладан бір ұл, бір қыз нәсіп болады дейді. Осы жырды мен саған жаттатып ғой, есіңде ме? Айтшы есіңде болса. Әне-міне дегенше сарғайып келіп таңдаттық. Сол уақыттар болғанда көгесек астында, ақ сәлдесі басында, сырласа қолында, өз ақтың жолында бір диуана келді де, асамен тұтып оятты, бетіне бетін қаратып, есектен түспей тіл қатты. Ей бейшара мүгедек, жаныңызға не керек, дейсің ғой маған ұл керек. Әулиені қыдырдың, жедің жүзін сыдырдың, маңдайына төбелеп, әрқайсының әртүрлі, мәртебесі бір бөлек. Сен үшін бәрі қиналды, бір жерге тегі жиналды, рөл бөлек осыған бір жаратқан Құдайдың дәргейіне жылады. Мен де тұрдым ішінде әулиенің күші де, бір жаратқан Құдайдың дәргейіне ұнаған содан бір ұл қосып қасына, ұлы қосып сыйлады. 88 сәрі 99 мың машайып, менің атым Шаштараз қыламын десең ықылас. Жаратқанды жаратқан, ей бейшара көзіңді ашып. Ұлыңның аты Алпамыс, қызыңның аты Қаралаш. Атсамын тұғытпейді, шапса қылыш кеспейді. Қалмақтарға олар қас, түрегелді қолын жай, болады ұзын өмір жас. Бәрекелді, әкел есіңде еді. Енді содан бастап бұл қазақтарда бұрын осындай жақсы мәдениет, СССР келіп, НКВД, большевик, коммунистер бәрін талқандап, қиратып жүргенге дейін осындай дәстүр болған. Адамдар келіп, осындай әулиенің басына түнейді, Құдайдан тілектеп жатыр сондай аян көрсетіп. Бағана біз Қажымұқан атамыз туралы айттық қой. Енді Қажымұқан атам да осы жерге келіп, 3 күн, 4 күн, 5 күн жаңағы үлкен жарыстарға шығардың алдында, әсіресе қартайған кезінде осы жерге жиі түнейтін болған. Сосын аяналар, сонда жаңағы батасын береді Шаштараздың әруағы. Содан кейін бар жағдай үлкен күрестерге сайыстарға кетеді екен. Енді ол жалғасып келді. Ең соңғы осындай кезінде жағдай күресетін палуандар да тығылып келіп, бұнда зиярат етіп түнейтін болған. Ең соңғысы 2004 жылы Афинда Олимпиада болды ма, Грецияда. Сол кезде Бақтияр Артаев деген мына осы жерде Жамбыл облысында тұратын боксшы бар. Олимпиада чемпионы болған. Сол 2004 жылы Афинаға бокстан Олимпиадаға жарысқа барардың алдында осы жерге түнеген болды. Содан Олимпиаданың чемпионы болып келген. Түсіндің ғой? Сонда болашақта егер сен де үлкен бір істерге араласатын болып алсаң, азамат болып алсаң, сондай ол істерді бастардың алдында осындай әулие аталарының басына бір-екі күн түнеп, мінәжат қылып, Құдайға құлшылығыңды, дұғаларыңды жасап, содан кейін барып басылсаң, ісіңнің хайыр болады. Түсіндің ғой? Жақсы.